Саламатсыздар ма, қалайсыздар балалар? 149 сабағымыздың тақырыбы есептер шығару. Оқушылар, олай болса 51 бетте екінші тапсырмаға қараймыз. Бізге кесте берілген, сол бойынша есептерді шығарамыз балалар. Бұл жерде бізге санын табу керек әуелі. Санын табу үшін жалпы массаны массаға бөлеміз. Мысалы, бұл жерде йогурттың жалпы массасы 1000 грамм, ал бір заттың массасы 200 грамм. Демек, мұнда 5 йогурт болу керек. Ал екіншісі печеньенің жалпы массасы белгісіз. Оны табу үшін заттың массасын санына көбейтеміз. Яғни 50 граммды 5-ке көбейтеміз. Сонда печеньенің жалпы массасы 250 граммға тең. Немесе балалар екінші кестеге қарайық балалар. Бағасы белгілі, саны құны. Құнын табу үшін балалар бағасын санына көбейтеміз. Мысалы, арқанның бұл жерде бағасы 400 теңге. Саны 2 дана, демек құны 800 теңге. Ал борды есептеп қарайық. Борда 10 дана, құны бірдей, демек 800 теңге. 800-ді 10-ға бөлеміз. Сонда бордың бағасы 80 теңге. Келесі тапсырма балалар, 4-ші есеп, оқулықта 52-ші бет. Сырым ауладағы достарына туған күн жасады. Ол ауланы безендіру үшін 10 данадан 5 қорап түрлі түсті шар дайындады. Демек, шар 50. Одан 2 есе кем туған күнге киетін қалпақтар дайындады. 50-ден 2 есе кем, демек қалпақтар 25 дана. Және қалпақтардан 5 есе кем мерекеге шашатын ұсақ қағаздар әкелді. Жауабы: сырым мерекеге шашатын 5 ұсақ қағаз әкелді. Келесі 6-шы тапсырмада балалар амалдардың орындалу реті бойынша есептерді шығарамыз. Мысалы, біріншісінде бізде балалар көбейту амалы орындалады. 71 мен 2-ның көбейтіндісі 142-ге тең. 706 мен 142-ның айырмасы 564-ге тең. Келесі 3 амалдан тұрады. Бұл жерде әуелі көбейтулерді орындап аламыз. Содан соң қосу амалын орындаймыз. Келесі балалар, бізде ең соңғы тапсырма бұл күрделі теңдеу. Күрделі теңдеуді қарапайым теңдеуге айналдырамыз. Мысалы, балалар, біріншісі біз 35 пен 3-ті көбейтіп аламыз. 105 пен x-ің қосындысы 935-ке тең. Бұл жерде x-ің мәні 830-ға тең. Екіншісі де дәл солай, күрделі теңдеу, оны жай теңдеуге айналдыру үшін 51-ді 17-ге бөліп аламыз. Сонда y пен 3-ның айырмасы 857-ге тең. Міне біз осылай қарапайым теңдеуге айналдырған соң, ары қарай теңдеуді шығарамыз, мәнін орнына қойып тексереміз. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңыз, каналға жазылып қоюды ұмытпаңыз балалар.